мемлекеттік құпиясына қатысы бар адамдарды шетелге шығаруға рұқсат бермеу керек деп ойлаймын. Бәрін шектеп тастау керек. Мына депутатпен келісемін. Сіздер келісесіздер ме? Назарбаевтың кешегенде Кремльге барғандығы, Путинмен кездескендігі қоғамда қызу талқыланып жатыр. Қараған шығарсыздар комментарийлерді. Бірде-бір позитивті пікір жоқ. Қазір геосаяси жағдайды біліп отырсыз. Одан кейін енді қоғамдағы көңіл күйді Назарбаевтың өзі де жақсы біліп отыр деп ойлаймыз. Ол не үшін барды? Пана іздеп барды ма? Жеке қаржы активтерін сақтап қалуға кепілдік сұрап барды ма? Жеке қауіпсіздік мәселесі ме? Әртүрлі талқыланып жатыр. Енді зейнетке шыққан адам меніңше ол жату керек. Өте бір ыңғайсыз, бір қасақана істейтін сияқты болып көрінеді. Өйткені ең қызығы біз бір жылдың ішінде жыл бойы елдің ішінде Назарбаевты көрмейміз ешқандай шарадан. Бірақ жылдың соңында жылт етіп Кремльде отырады. Бір емес, екі емес, үш емес. Жылдағы жағдай осы қайталанып жатыр. Бұл дегеніңіз не? Бұл не болмаса қоғамдық мүддені елемеу, не болмаса маған бәрібір деген түсінік, не болмаса билікте ұзақ жыл отырып қалған адамның шындықтан алыстап кетуі, немесе мен әлі де маңызды адам деген ішкі сезім, бірақ бұл сигналдардың ешқайсысы біздің қоғамда қазір қабылданбайды. Сондықтан Назарбаев мұндай Ресейге барған сапарлары автомат түрде біздің қоғамда бұл жеке мүдде призмасы түрінен ғана қаралады. Бұл бір елдік мәселемен бар дегенге ешкім сенбейді. Сондықтан өте бір ыңғайсыз көрінеді. Қасақана істей ме, әрбірден соң бұл қауіпсіздік мәселесі ғой. Мәселен біз депутаттар, министрлер болсын, ұлттық қауіпсіздік қызметкерлеріне дейін біз шетелге сапармен барсақ та, демалуға барсақ та, біз мың жерден сұранасың, қол қоясың. Өйткені бізде мемлекеттік құпияның біразын білеміз, бұны айтылатыны бар, айтылмайтыны бар. Енді 30 жыл билікте отырған адам мемлекет құрылымынан бастап қаншама құпияны біледі. Сондықтан бұл қауіпсіздік мәселесі алаңдататын жағдай.